Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағыма қош келдіңіздер. Ал балалар, барлығымыздың толық зейініміз сабақта болсын. Жарайсыздар, қолымызды қоямыз. Балалар, біз қазір қандай бөлімдеміз? Биотехнология бөліміндеміз. Биотехнология бөліміндеміз. Қандай тақырып өтіп кеттік? Айман? Ағзаларды пайдаланудың зияны және пайда жақтары. Жарайсың. Ал енді үй жұмысын тексеріп алайық. Балалар, үйде біз осы тақырыппен не істедік? Қайталап оқыдық, иә? Ендеше бірінші сұрақ. Айзере. Ағзада пайдаланудың зиянды микроағзалардың мөлшері ауытқуы ол дисбактериоз деп аталады. Дисбактериоз деп айтылады, иә? Ең алғаш алынған антибиотик қалай аталады, балалар? Дінмұхамед? Пенициллин. Пенициллин деп аталады екен. Жарайсың. Балалар, суреттен не көріп тұрсыздар? Сәбізді көріп тұрмыз, иә? Неге сәбіздер әртүрлі түсті деп ойлайсыздар? Мына тұрған сәбіздер неге әртүрлі түсте? Көркем? Себебі олардың ДНК-лары өзгертілген. ДНК-лары өзгертілген, иә? Және ненің нәтижесі мынау? Гендік инженерия нәтижесі. Жарайсыңдар. Сабағымыздың тақырыбы генетикалық инженерияның маңызы. Бүгінгі біздің сабағымызда бір-ақ мақсатқа жұмыс істейміз. Биотехнологияда тірі ағзаларды өндірісте қолданудың тиімді тұстары мен қауіп-қатерлерін талдауымыз керек. Биотехнологияда қолданатын тірі ағзалардың артықшылықтарын сипаттаймыз және биотехнологияда қолданатын тірі ағзалардың кемшіліктеріне талдау жасауымыз керек. Бағалау критерийі түсінікті ме? Сабақтың мақсаты түсінікті ме? Баланы алдарыңызда тұрған суретке қарасақ, біздің бүгінгі күнде дүкендеріміздің барлығында осы өнімдер тұр, иә, сатылымда. Бұның бәрі осы биотехнологияның нәтижесі, жетістігі. Енді қазір осы биотехнологияның қолданылатын тірі ағзалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау бойынша бейнетаспа көрейік. Соңғы 50 жыл ішінде биологияда үлкен өзгерістер болды. Жасушаны тек қана бақылап қана қоймай, оған әсер етіп, басқаруға және тірі ағзалардың генетикалық кодын өзгертуге мүмкіндік туды. Ал балалар, көрген бейнетаспамыз бойынша сұрақ қойып өтейін. Балалар, генетикалық инженерия дегеніміз не болды сонымен? Дана? Бұл дегеніміз бірінші ағзадан екінші ағзаға осы ДНК-ның гендерін енгізу арқылы жаңа қасиеттерді қосу немесе оны жою әдісі. Жарайсың. Келесі сұрақ. Гендік инженерияның кеңінен қолданатын саласын атайықшы. Сымбат? Медицина саласы, ағзашылық саласы. Тағы да қосайық, тағы да көркем. Вирусология және микробиология. Вирусология және микробиология салаларында осы гендік инженерия кеңінен қолданып жатыр. Балалар, қазіргі орындайтын тапсырмамыз 52-ші тақырыпты ашып, мәтінді оқимыз. Мәтінді түсініп оқимыз. Мәтінге оқуға 4 минут уақыт беріледі. Оқып үлгеріп кетсеңіздер, тағы да 2 рет қайталап оқыңыздар. Соның ішіндегі анықтамаларға және баса назар аударатын жерлер бар, иә, мысалдармен. Соған мұқият боламыз. Мәтінді оқып болдық, енді осы мәтінді жұпта талдап алайық. 1 минут уақыт жұпта талдаймыз. Балалар, мәтінмен танысып алдық, бейнетаспаны көріп алдық, иә, сұрақтарға жауап бердік. Ендеше қазір топтық жұмысқа ауысамыз. Топтық жұмыс бойынша мына 4 оқушы Абухалинен сіздер бір топ боласыздар. Келесі Даймирадан бастап Айманға дейін бір топ боламыз. Дінмұхамедтен бастап мына топ бір топ боламыз. Жарай ма? Медицина саласы бойынша жұмыс жасаймыз. Сіздер өнеркәсіп экология саласы бойынша, а сіздер ауыл шаруашылық саласы бойынша жұмыс жасаймыз. Келіп жинақталайық. Ал балалар, топқа бөлініп алдық. Алдарыңызға диск
слайдтарды таратып берейін. Қалай жұмыс істейміз? Қадамдарыңыз бұл сіздердің. Осы дискриптормен қазір тапсырма орындаймыз. Балалар, барлығымызда ұялы телефонымыз бар. Ұялы телефоннан Gemini деген неге кіреміз? Қосымшаға кіреміз. Ал сотқыларыңызды ала қойыңыздар. Балалар, сіздер жасанды интеллектті қолдана отырып медицина тобы, сіздер модель құрастырасыздар. Жалпы генетикалық инженерияның маңыздылығы медицина саласында қалай нәтиже көрсетіп жатыр. Келесі, өнеркәсіп және экология саласы, сіздер презентация жасайсыздар. Сол жасанды интеллекті несі? Бүкіл жақсы тұстарын пайдаланады. Сіздер үшінші топ ауыл шаруашылығы саласы бойынша буклет немесе кітапша жасаймыз. Дискриптор алдарыңызда бар. Жасанды интеллекттің жағымды жақсы тұстарын ғана қолданамыз. Жарай ма? Ал балалар, уақыт аяқталды. Үлгердік қой. Енді орнымызға отыра қалайық. Ал енді топтық жұмысты талдауға көшейік. Балалар, бірінші топ медицина тобы, сіздерге сөз кезегі. Бізге берілген ол бізде гендік инженерияның медицинадағы қолданысы. Бізде гендік инженерияның медицинадағы қолданысы өте кең. Оның бізде артықшылықтарын айта кететін болсақ, дәрумендерді өте кең өндіре аламыз, яғни айтқанда көбірек өндіре аламыз. Және де біз вакцина бізде 1789 жылы әрбір General тапқан, және вакцина ол бізде ең алғашқы препарат, ол адамдардағы ең қатты аурулардың алдын алуға көмектеседі. Қорытындылай келе, гендік инженерия медицина саласында кеңінен қолданылады және адам өмірін сақтауға үлкен үлес қосады. Осы топқа баға беріп өтейік. Үшінші топ. Мен үшін бірінші топ медицина бағыты, яғни ол генетикалық инженерия медицина қолдануын түсіндірді. Оның моделін ғылыми ақпарат дұрыс көрсете алды. Инсулин вакцина немесе гендік терапияның маңызын сипаттай алды. Біз екінші топпыз, бізге берілген тақырып экологияда және өнеркәсіптегі генетикалық инженерияның маңызы. Ең алдымен генетикалық инженерия дегеніміз не? Бұл белгілі бір ағзадағы гендерді алып, немесе гендерді қосып, жаңа қасиеттер алу. Ғылыми жетістіктерден бастайтын болсақ, 1980 жылы Нобель сыйлығының лауреаттары бізде Фредерик Сенгер мен Уолтер Гилберт діңгік құрылымын зерттеудегі жаңа әдістермен генетикалық манипуляцияға жол ашты. Сонымен қатар оның экологиядағы және өнеркәсіптегі рөлін зерттеді. Ал балалар, өнеркәсіп және экология тобы өздерінің жасаған жұмыстарымен бізді таныстырып өтті. Ендеше медицина тобы сіздер дискриптор бойынша бағалап өтіңіздер. Бізге екінші топ өнеркәсіп экологиясы презентация арқылы бізге толықтай түсіндірді. Және де ол жерде генетикалық және инженерия өнеркәсібін толықтай ретімен рөлдерін атқарып түсіндіріп берді. Және де олар бізге толықтай ақпаратты дәлелдей алды. Ауыл шаруашылығындағы биотехнология, Қазақстанның болашағы. Биотехнология дегеніміз тірі ағзаларды, микроорганизмдерді және биологиялық үдерістерді пайдалана отырып, пайдалы өнім алу технологиялары. Осындай келе биотехнология ауыл шаруашылығының болашағы. Ол өнімнің көлемін көбейтпей қана қоймай, өнімнің сапасын жақсартады және табиғатты қорғауға көмектеседі. Ал оқушылар үшінші топ ауыл шаруашылығы саласы бойынша бізге көптеген ақпараттар берген сияқты, сондықтан осы топты бағалайтын бізде өнеркәсіп және экология тобы. Ауыл шаруашылық тобы жинақ өте жоғары деңгейде жасады, және дескрипторға сай бағаласақ, генетикалық инженерияның ауыл шаруашылығындағы маңызын түсіндірді, ГМО туралы нақты ақпарат бере алды және нақты мысалдар келтіріп, оларға нақты дәлелдер айтып, бізге өте керемет ақпарат бере алды. Ал балалар, енді біз қазір бағалау тапсырмасына көшеміз. Білеміз ғой, матрицамен жұмыс істейміз, әркімнің өзінің орындары белгілеп тұр. Енді осы бағаға бүгінгі жинақтаған білімімізді осы параққа саламыз. Үстіне аты жөндеріңіз жазыңыздар. Аты жөндеріңіз жаза беріңіздер. Алдарыңызда А және Б деңгейіндегі тапсырмалар тұр. Кім бітіреді уақытта С деңгейінің тапсырмасын тағы берумен. Бұл
арналған жеке жұмыс. Сондықтан дұрыстап уақытқа үлгеріп, алған білімімізді осы параққа саламыз. Ал балалар, тез парақты алмастырамыз. Бір-бірлеріңізбен алмастырыңыздар. Көршіңіз шалды? 3. Келесі? Екінші тапсырма биотехнологияда қолданатын тірі ағзалардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдау жасау кестесін толтырамыз. Артықшылығын мында жазамыз, кемшілігін мында жазамыз. Балалар, берілген уақыт аяқталды. Жауапқа назар аударып жіберейік. Бір-бірімізбен алмастырайық. Толық жазылса 2 балл, артықшылығы 2 балл, толық жазылса кемшілік бөлімі бойынша 2 балл, толық жазылу керек. Ал Б деңгейіндегі тапсырманың жауаптарын бағалап жіберейік. Жанел? 2. Сүйрік 2 алды. 3. 4. Ал балалар осы генетика бойынша кішкене есептер шығарып жіберейік. С деңгейіндегі тапсырма кішкене күрделі. Оған 5 минут уақыт беріледі. Келin, аты жөнін жаза салыңдар. Уақыт аяқталды. Тез алмастырып тексеріп жіберейік бір-бірімізбен. Алмастырып тексеріп жіберейік. Ал балалар, онда жауабын менімен бірге тексеріп жіберейік, иә? 680-ді неге бөлеміз? Нуклеотидтің ұзындығына бөлеміз. Бізде нуклеотидтің жалпы ұзындығы қанша еді? 134. Осының 1 нуклеотидтің ұзындығы, иә? Сонда 680 нанометрді 0,134 нанометрге бөлгенде жалпы жиыны қанша шығады? 2000. Кімде 2000 деген бар? Кімде 2000? Жарайсыздар. 2. 3. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қандай? Биотехнологияны ауыл шаруашылығындағы пайдалы жақтары және оның қауіп-қатерлерін талдау. Тек ауыл шаруашылығында ма еді? Жоқ, медицинада, өнеркәсіпте, яғни тірі нысандарды пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін бүгін біз талдап жатырмыз, иә? Қараңдар. Соңғы тапсырмамыз. Биотехнологияда қолданатын тірі ағзалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау мақсатында не жазамыз? Аннотация жазамыз. Аннотациялардың 63 сөзден кем болмауы керек. Жарай ма? 5 минут уақыт беріледі. Жалғаулар, шылаулар саналмайды. Нақты терминдермен жұмыс жасаймыз. Ал басталды. Ал оқушылар, кімде 63 сөзден жоғары орныңызда тұра қойып? Балалар, бағаларыңызбен таныс өттіңіздер. 9-10 балл алған балалар тұрамыз. Бүгінгі сабақта жақсы нәтиже көрсетіп, 5 деген бағамен бағаланасыздар. Балалар, бүгін кішкене орташа деңгейде балл алған оқушылар кері байланыс беріп өтсек, айта қойшы, Абдулқали, не үшін 7 балл алған? Менің ойымша, маған жылдамдық жеткіліксіз болды. Сол себептен мен тапсырмаларды орындап үлгере алмадым. Бүгін жоғарғы деңгейдегі тапсырмаларды орындадым. Яғни айта кететін болсақ, тақырып өте түсінікті әрі нақты болды. Және де бізде жылдамдық, зейін барлығы болды. Бүгінгі тақырып өте қызықты болды және жоғарғы деңгейде тапсырмаларды орындап, өзімізге өмірде қажетті ақпараттарды ала білдік және осы қауіп-қатерлерді және биотехнологияның артықшылықтарын біле отырып, өзіміздің өмірімізде қолдана аламыз деген үміттемін. Ал ендеше оқушылар, бүгінгі сабаққа белсене қатысып, жақсы ақпараттарды бойларыңызға жинақтап алып кетті деген үміттемін. Көп рахмет, қош сау болыңыздар.